Өзбек бауырларым, сізлерді жаһан чемпионатындағы иштиракыңыз білан чын қалпымдан табырақлаймын. Құдай қаласа ой жерде яқшы ойнайсыздар деген ойдамын. Сіз үшін жүда хурсандман. Агар видеоларымда сізні бірон бір тарзда хафа қылған болсам, чын ділден ұзыр сұраймын. Біз қордаш халқымыз, спорттағы дұшпанлығымызды рингтағы егіттерге қалдырамыз. Ассалаумағалейкум спорт сүйер қауым, қалайсыздар? Зерен бірге Азамат және бүгін біз футбол туралы сөз қозғайтын боламыз. Дәлірек айтсақ, көрші бауырларымыз өзбекстандықтар тарихта алғаш рет әлем чемпионатына шығып отыр. Барлық өзбекстандық бауырларымды шын жүректен құттықтаймын. Сіздер осы бауырлас халықтардың арасында ең бірінші болып бағыт-бағдар көрсетіп отырсыздар. Бұл үшін көп рахмет. Осы жолмен біздің де құрама жүріп, сіздерден үлгі алып, әлем чемпионатына шығып қалатын шығар деген ойдамын. Бүгінгі видеомызда біз дәл осы Өзбекстанның 2026 жылғы әлем чемпионатына қалай шыққаны жайлы айтатын боламыз. Ал бұл видео бастамас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Өзбекстан құрамасы әлем чемпионатына қалай өнер көрсетуі мүмкін? Менің ойымша, атой салып, кем дегенде топтық кезеңді өтіп, плей-оффта ойнайды деген ойдамын. Ал сіздер бұл жайлы не ойлайсыздар? Пікір жазыңыздар. Алдын ала рахмет. Ал енді видеомызға көшейік. Кеттік. Өздеріңіз байқағандай, Азамат спорт арнасындағы видеолар теннис егізетінің көмегімен шығып жатыр. Біздің достарымыздың сайтында бар ыңғайлы функция жайлы айтып кетейін. Көптеген адамдар шетелде болып жатқан спорт түрлерін Қазақстанда қалай қарауға болады деген сұрақ қояды. Теннис егізет букмекерлік кеңсесіндегі достарымыз өздерінің сайтындағы керемет функцияны еске салып отыр. Себебі теннис егізетте 9 спорт түрінен тікелей эфирді қарауға болады. Мысалы, атақты Лионель Мессидің Интер Майами сапындағы МЛС Лига кубогы және де CONCACAF чемпиондар кубогындағы ойындарын тамашалауға болады. Сонымен қатар, теннис егізет футболдан Германия кубогы, Нидерландиялық Ередивизия, Турция кубогы, Польша чемпионаты және де Дания елінің кубогымен чемпионатын көрсетеді. Жалпы келе 20-дан астам турнир бар. Бұған қоса, теннис егізеттегі достарымыз теннистегі ATP сериясының барлық турнирін көрсетеді. Дәл қазір біздің қазақстандық спортшылар өнер көрсетіп жатқан Ролан Гаррос өтіп жатыр. Одан бөлек алдымызда Уимблдон және де US Open күтіп отыр. Бұдан бөлек баскетбол, хоккей, волейбол, снукер және де үстелдегі теннистің де трансляциялары бар. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, теннис егізетке тіркелгесін толығырақ білуіңізге болады. Сонымен, бірден әлем чемпионатына іріктеу жайлы айтпас бұрын, сәл тарихқа үңіліп, бұған дейін Өзбекстан құрамасы қалай ойнап шыққаны жайлы айтып кетсек. Себебі өзбектер бұған дейін де әлем чемпионатына шығуы керек еді. Бірақ ол кездерде неше түрлі оқиғалар орын алып, өкінішке орай шыға алмай жүрді. Сонымен 1994 жылы Өзбекстан футбол федерациясы Азия футбол конфедерациясына қосылған болатын. Және түсініп тұрғаныңыздай, өзбекстандықтар біз секілді Еуропаға кіріп, қырылып быт-шыт болып жүрудің орнына дұрыс жолды таңдап, Азия арқылы ойнап жүрді. Кезінде біз де өзбек ағаларымыздан, яғни бауырларымыздан үлгі алып, осы Азия конфедерациясына өтуіміз керек еді. Және өзбектер оңай жолмен жүрген жоқ. Себебі 1994 жылы, яғни дәл осы жылы, Өзбекстан құрамасы Азия ойындарының жеңімпазы атанды. Ал Азия кубогында 4-ші орынға дейін жеткен екен. Яғни былай айтқанда Өзбекстан құрамасы жай барып кірген жоқ, ол жерде керемет өнер көрсетіп шықты деп айтсам да болады. Себебі Азия ойындарын жеңді жаңа айтқанбыз, және де Азия кубогында керемет ойын көрсеткен болатын. Әлем чемпионатына іріктеулер жайлы сөз қозғасақ, Өзбекстан құрамасы 2 рет шығуға жақын болды. 2006 жылы Германия жерінде өткен әлем чемпионатына іріктеуде Өзбекстан Бахрейн деген елге қарсы стыковой ойындар өткізеді. Сол кезде өзбек бауырларымызға төреші қастандық жасап, засудить етіп тастаған болатын. FIFA регламенті бойынша стыковой ойындар екеуі болуы тиіс. Ташкентте өткен алғашқы ойында Өзбекстан 11-ші минутада гол соқты. Ал ойынның 38-ші минутасында пенальти арқылы екінші голын соққан болатын. Бірақ төреші ойынды тоқтатып, голды есепке алмай, допты қақпашыға беріп, ойынды жалғастыр деген еді. Ал жағдай мынадай. Пенальти тепкен кезде Өзбекстанның ойыншысы айып алаңына жүгіріп кірді. Бұл жағдайда ереже бойынша пенальтиді тағы да бір рет тебуі керек еді. Алайда төреші қастандық жасап, бұл мүмкіндікті бермеді. Ойыннан соң Өзбекстан федерациясы төрешіге шағымданған еді, және осы FIFA-дағы адамдар, бұл ойын дұрыс емес деді, бұл ойын жауап тастады да, бұл ойында қайтадан тағы да бір рет ойнауға мүмкіндік берді. Сол сәтте есеп 1-1 болды, ал Бахрейндегі ойын 0-0 деген есеппен аяқталғасын, выездной голдың ережесі бойынша Бахрейн әлем чемпионатына шығып кеткен болатын. Ал Өзбекстан тарихында алғаш рет осы әлем чемпионатына шығуға жақын болып, дайын болып тұрған кезде
анау қақпас төрешінің кесірінен шыға алмай қалды. Екінші мүмкіндік 2013 жылы болып, 2014 жылғы Бразилиядағы әлем чемпионатына іріктеуде орын алды. Стыковой ойында Өзбекстан Иордания құрамасына қарсы шығып, екі ойында 1-1 деген есеппен аяқталды. Солай Ташкентте өткен ойыннан кейін пенальти сериясы басталған болатын. Сол сәтте бүкіл елдің алдында Өзбекстан 8-9 есебімен жеңіліп, әлем чемпионатына шығу мүмкіндігінен айырылып қалды. Бұндай ауыр жеңілістерге қарамастан, Өзбекстанда футбол дамып, ары қарай жаңа деңгейге шыға бастады. Жалпы біздегідей өзбек елінде де футбол үкіметтің ақшасына қарап отыр. Бірақ үкіметтің ақшасын ұрлап, немесе де сырттан бытшы танымайтын легионерлерді әкелудің орнына өзбек бауырларымыз балалардың футболына үлкен көңіл бөлді. Солай бүкіл өзбек елінде 200-ден астам футбол академиясы бар. Бұдан басқа топ деңгейдегі халықаралық футбол академиялары бар. Бұл Ювентустікі, Реал Мадридтікі, Зенит және де жақын уақытта Италия еліндегі Романың академиясы салынып жатыр. Ал осылардың арасында 3 үздік әрі мықты академиялар бар. Бұл Андижон облысының аймақтық футбол академиясы, Буниоткор командасының академиясы және де Насаф футбол клубының академиясы бар. Бұдан бөлек аты аңызға айналған Пахтакор футбол клубы өзінің академиясын дамытып, европалық система, яғни жүйені қойып келеді. Дәл осы футбол академияларының түлектері қазіргі сәтте Өзбекстан футбол құрамасында ойнап келеді. Мысалы, Хажимот Иркінов, Остон Уронов және де Абазбек Файзулаев Пахтакор академиясының түлектері, Элдор Шамуродов пен Абдуқадыр Хусанов Буниоткор академиясының түлектері. Дәл осындай өзбек жігіттері бүкіл құраманы жасақтап отыр. Және менің ойымша, мына көріп тұрған затымыз бұл өзбекстандық футболдың тек басы ғана. Жақын болашақта бұлардан да мықты жас өзбек ойыншылары пайда болады деген ойдамын. Бұдан бөлек Өзбекстан құрамасы инфраструктураға үлкен көңіл бөледі. Мысалы, егемендік алғаннан бері Өзбекстанда 7 жаңа стадион салынды, ал ең бастысы Милли стадионы. Бұл жерде Буниоткор мен Өзбекстан ұлттық құрамасы өзінің ойындарын өткізеді. Және бұл стадионды салып жатырған сәтте сол кездегі Барселона футбол клубының президенті Жоан Лапорта іргетасын қалап кеткен еді. Ал енді салыстырма ретінде біздің Қазақстан елін алып қарайық. Егемендік алғанымыздан кейін қанша стадион салынды? 1, 2, мына Алматыдағы стадионның уже шығып жатыр ғой. Жаңа стадиондар салынатын уақыт қашан келеді? Ақтөбе вообще анау 1958 жылғы стадионда әлі ойнап жүр. Жаңадан саламыз деп өтірік план сызып қойды. Менің ойымша ол 2030 жылға дейін дайын болмайды. Сондықтан шынымен де осы өзбек бауырларымыздан үйренуіміз керек, қалай салу керек, қалай жақсылау керек және де қалай инфраструктураны дәл қылып футболшыларға беруіміз керек. Әсіресе жүгіретін бар ғой стадионның ортасында. Далбансыздар ма, атаман бастарына керек па ол сендерге? Бұдан бөлек Өзбекстан елі футболдан олимпиадада өнер көрсетуді мақсат қойып, соған жеткен болатын. Бұл үшін арнайы жастарды дамытуды мақсат қойып, арнайы Олимпик деген атпен футбол клубты құрастырған болатын. Ол жерге бүкіл Өзбекстан лигасындағы 20 және 22 жастағы ойыншыларды жинап алып, дамыту барысында мүмкіндік берді. Мына Олимпик деген команда 2021 жылдан бері бұлай өнер көрсетіп, қазіргі сәтте футболдан Өзбекстанның жоғарғы лигасында ойнап жүр. Ал бас бапкері Тимур Кападзе қазіргі сәтте Өзбекстан басты құрамын басқарып отыр. Мына қазіргі Өзбекстан құрамасында сол арнайы жасақталған Олимпик деген командадан 6 ойыншы ойнап жүр. Осы жерден ақ барлығын түсіне беруге болады. Біз мына жақта түсінбейтін легионерлерді алып, соларға ақша құйып, мәз болып жүргенде, өзбек бауырларымыз инфраструктураны дұрыстап берді, академияны және де жастарға көңіл бөліп, былай айтқанда, солардың арқасында керемет нәтижеге қол жеткізіп отыр. Ал біз болсақ анау танымайтын легионерлерді алып жүрміз, анау. Кім анау жерде? 15 матч, 1 гол. Қазақстанға келеді, ақшасын алады, кетеді мәз болып. Түсінікті не үшін ақша ұрлайды, базар жоқ. Бірақ соның өзінде де сәл бір нәрсе қылып пайдасын берсін да, анау легионерлер. Либо вообще алмай-ақ қойық. Жастарға орын берейік. Мүмкін да ойнап шығар. Ал енді Өзбекстан әлем чемпионатындағы іріктеуде қалай өнер көрсеткені жайлы айтып кетейін. Алдымен Өзбекстан Гонконг құрамасын 3-0 және де 2-0 есебімен жеңіп кетті. Кейін Түркменстанды 3-1 есебімен ұтып, мықты Иран құрамасымен тең ойнады. Осының арқасында Өзбекстан әлем чемпионатына іріктеуде 3-ші этапына өткен болатын. Және осы жерде де жақсы өнер көрсетіп шықты. 2 рет Солтүстік Кореяны жеңді. Қырғызстан мен ОАЭ деген, яғни Біріккен Араб Әмірлігінен басым түсті және Иранмен қайтадан тең ойнады. Тек Катарға ғана жеңілген болатын, бірақ бұл жерде төреші қастандық қайтадан қастандық жасап отыр. Алдымен Өзбекстан 2-0 есебімен жеңіліп жатты. Кейін Файзулаевтың дублінің арқасында есепті теңестірген болатын және де ары қарай ойынның, яғни матч бітуге шамалы қалған кезде бас төреші ойынға тек 6 минут қосқанына қарамастан бүкіл ойынды 102 минутаға дейін созып, Катардың голына мүмкіндік алып берген болатын. Сөйтіп, өз тобында Өзбекстан, былай айтқанда, 2
екінші орынға жайғасып қалды осы жеңілістің кесірінен. Егер осы төрешінің қастандығы мен Катардың 102-ші минутадағы салынған голы болмағанда Өзбекстан бірінші орында тұратын еді. Осы сәтте ары қарай тек шамал ғана қалған еді, бірақ күтпеген жерден словениялық бас бапкер Өзбекстан құрамасынан кетіп қалды. Өзінің айтуынша денсаулықпен мәселелер пайда болған. Дегенімен, оның орнына Тимур Кападзе қойылды және ол менің ойымша керемет таңдау болды. Тем более Тимур Кападзе біздің Ақтөбеде ойнаған легенда ғой, конкретно. Красавчик. Страшно жақсы көремін, брат. Неше түрлісі болды, Кенжи Сариев болды, Сидельников, бірақ Тимур Кападзе страшно ойнайтын еді. Ё-моё. Мына Кападзе көптеген Өзбекстан құрамасының ойыншыларымен жақсы таныс. Оған қоса ұлттық құрамамен Олимпиадада өнер көрсетіп шықты. Және осы жолда Кападзе жақсы нәтиже көрсетті. Наурызда болған ойындарда Қырғызстаннан басым түсіп, Иранға қарсы қайтадан тең ойнап берді. Ал кеше арабтарға қарсы болған ойында өзіне керек нәтижеге қол жеткізіп, Өзбекстан құрамасын тарихта алғаш рет әлем чемпионатына шығарып отыр. Топтық кезеңде тағы бір ойын бар, бірақ ол ештеңе шешпейді. Себебі 3-ші орында келе жатырған арабтар өзбектерге айтқанда ешқандай мүмкіндіксіз ешқалай жете алмайды. Сол үшін бүкіл Өзбекстан халқын бұндай керемет нәтижемен шын жүректен құттықтаймын. Әлем чемпионатында да өздеріңізді керемет көрсетіп, топтық кезеңді жолататын шығарсыздар деген ойдамын. Ал біздер бауырлас халық ретінде сіздерді қолдап, жеңістеріңізді күтіп, мәз болып отыра береміз. Осымен біздің видео соңына дейін жетті. Міндетті түрде лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Қазақстан футболы қашан Өзбекстан деңгейіне жете алады деп ойлайсыздар? Пікірлеріңізді астыға комментарий ретінде жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.